Баршаңызға сәлем. Әне-міне дегенше 9 айда өтіп кетті. Енді жақын арада роддомға баратын боламын. Сол себепті осындай роддомға арналған сөмкені өзім жинастырдым. Бұл арнайы дайындалған сөмке емес. Астана қаласындағы қолжетімді бағада ана мен балаға арналған заттарды өзім үйлестіріп, осыған салуға керек заттарды ғана соның ішінде салуға тырыстым. Қазір сіздерге көрсетіп, тағы да не қосымша алуға болады, тағы алып қосар заттар бар ма, соның барлығын бірге ақыл кеңес алғым келеді сіздерден. Олай болса, қазір ашып, барлығын бірге көрейік. Ең біріншімен балаға ішінде жылы болсын деп детский мирдан осындай жеңіл плед алдым. Қазір роддомның іші жылы болады, бірақтан кварц қосқанда немесе жаңағы дәлізге шыққанда баланы кішкене орап алуға осындай жұмсақ әрі жеңіл осындай персик түсті плед алдым. Көрсетілген заттарды осылай қоя берейін. Одан кейін қазір бізде балаға қажетті ең бірінші Huggies Pampers әзірге 20 штук. Кейін тағы қосымша қоса жатармын деп. Және ылғалды сүлгілер, влажный салфетка, және мынандай тазартқыштар, құлақ тазартқыштар дейміз немесе. Одан кейін балаға арналған осындай терісіне Умканың детский кремі және иіс сабын детский. Бірінші баланың заттарын көрсетіп алайын. Одан кейін әрине баланың заттары болды. Және осындай мақталы дискалар. Және бұл пакеттің ішінде барлығы баланың киімі. Баланың киімі 2 пардан ғана қазірше жарап қалады деген мақсатта. Мына жерде пеленкалар барлығы жуылып үйде үтіктелген. Және қазір көрсетемін. Бізде күтіп жатқан баламыз қыз бала болғандықтан әрине бірінші алқызыл түсті, розовый деп жүрген. Қызыл түсті розовый майкамыз, күртеміз, осындай күртеміз, және тағы да осындай киетін дейміз. Және ақтан тағы да осындай киіміміз. Барлығы жуылып, үтіктеліп, дайындалған. Неге? Осындай 2 пардан киімдер. Және кішкентай осындай носкилеріміз. Осындай әзірге 2, және 1 қалыңдау, және 2 жұқа осындай тақия. Бұл баланың заттары болды. Қазір ананың заттарын көрсететін боламын. Киімдер бірыңғай. Біріншіден таза су. Және бірінші тамақтарды көрсетіп алайын ба? Бірінші. Және қантсыз печенье. Мүмкін түнде босанып қалып жатсам. Шай ішуге бәріне белгілі шадринский сүт.
роддомдағы ең өтімді тауар чай және бір сникерс шоколад сала салдым. Одан кейін тіс пастасы, тіс щеткасы және дәретхана қағаздары артығымен және анаға арналған осындай қалай айтуға болатын еді, сүт ағып кетпес үшін есіме түсіре алмайтынмын. Және әйел адамдар болғандықтан ешқандай қысылудың қажеті жоқ деп ойлаймын. Мына жерде гигиеналық төсемелер, оны ашып көрсетпей ақ қояйын. Және қосымша 2 үлкендерге арналған памперс, сосын менде партнерға арналған осындай киім, бір рет киетін киім, және қазір роддомда киетін киімдер, және мынандай бір реттік қолданатын пеленкалар анаға арналған. Сонымен біздің сөмкемізде барлығы біткен сияқты. Ал енді анаға арналған киімдерді қазір мен өзім киіп көрсетем. Осындай емізуге арналған бір киім және халатымен тағы бір киім алдым. Халатымен осындай тағы бір киім алдым. Оны қазір киіп көрсетуге болады. Және сүлгі, бет сүртетін роддомда сүлгі. Ал мынау салафанның ішінде әйел адамның жаңағы шұлық деген сияқты осындай іш киімдері, іш киім сондайлары. Осымен болды. Қазір осындай роддомдағы киетін киімдерді киіп көрсететін боламын. Міне осындай бір халат, сырты халат, ішінде емізуге арналған киімі бар. Бұны мен примерно 7,5 мың теңгеге алдым. Қазір екіншісін көрсетейін. Екінші киім осы ыңғайлы деп алғаным, ұзындығы бәрі жақсы. Осымен енді барлық роддомның заттары дайын болды деп ойлаймын. Алып қосарларыңыз болса, міндетті түрде пікірге жазыңыздар. Және сәттілік тілеп қойыңыздар. Аман есен үйге оралуға дұға тілеп қойыңыздар. Сіздермен бірге болған Ақбота әлі талай қызықты видеоларды күтіңіздер.